Şanınızı hareket edin. Uzaktan жақыннан келіп жатқан жағдайы бар. Сондықтан енді алдарыңызда дәмнен жақсылап алып отырыңыздар. Негізгі сөзді, негізгі әңгімемізді қазір бас аяқ жиналғасын айтамыз. Әзірше мына келген меймандар дәмнен алып, меймандарымызды, қарияларымызды бас жиналғанша отырыңыздар. Мінекей мына Сарыағаштан меймандарымыз, мына жер жаннаты Жетісайдан Мырзашөл өңірінен ағайындар келіп отыр. Нұрлан көкеміз келіп отыр. Осы туысқан ағайындармен. Мінерге енді дәмнен жақсылап алып отырыңыздар. Нұрлан көкем бір жақсылап бата қылсын. Артын осы Байырғы елді мекенінде осы Баймұрат бабамыздың немере шөпшек болып кетеді. Қосақ атамыздан, одан Қосақ баласы Зәуірбек ұлы Тазыбектің баласы Байырғы елді мекенінің имамы. Сол бір жақсылап Құран оқысын қазір көкеміздің батасынан кейін. Кәнекей, көке, Нұрлан көке. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, құрметті көпшілік, құрметті туысқан ағайын деген сұрайын. Мінекей сіздермен біздер Алла ниет қылып, ақ жол алып, Құда қаласа, Баймұрат бабамыздың басына келіп, дастархан жайып, дәм татып жатырмыз. Алла осы ниеттерімізді ұзақтан жақынға келген ниеттерімізді қабыл етсін, Құда қаласа. Елімізде тыныштық болсын, тоқшы болсын, аман болсын, Құда қаласа. Жастарымызға денсаулық беріп, өмір берген ерекшелік, жаңғыра биіктеп көбейе берсін. Сіздермен біздер Алла денсаулық берсе, осы азаматтарымыздың, азаматшаларымыздың қызметін, жақсылығын көріп, осы бұйырған дастархандағысын жеп, ниеттерімізді аумин деп жүре берсек, Алла ниеттерімізді қабыл етсін, бәрімізді, Құда қаласа. Рахмет. Аумин Аллаға. Ортамызда күліп ойнап, осындай үлкен іс-шараға келіп жүре беріңіз. Рахмет. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. жаратқан Алла Тағала қасиетті оқиған Құр'андардан болған сауапты, осы дастарханда ішін жеп отқан тұздардан болған сауапты әулие Адам ата Хауа, барша пайғамбарларға, соңғы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға, ля илляха илlallah деп өткен барша момын мұсылмандарға, сыр бойында жатқан дүниеден өткен барша әулие әмбие әзіздерге, Баймұрат бабамызға және Баймұрат бабамыздан тараған барша ұрпақтарына, және де арнайы жаратқан Алла Тағала осы жерде әмин деп қол жайып отқан, өміріне игі ісімізге себепкер болып отқан барша ағайын туыс, аға бауырларымыздың отбасынан өткен ата-баба ағайын туыстарының рухына фи-сабилилlah бағыштады. Жаратқан Алла Тағала ол кісілердің қабірлерін нұрға бөлеп, өзінің рахмын алып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафағатын нәсіп еткесін. Жаратқан Алла Тағала артында қалған барша ұрпақтарына Алла Тағала өмірлерінде, отбасыларына амандық берекелі берекесін. Жаратқан Алла Тағала елімізге, жерімізге тыныштығында берекелі беріп, Алла Тағала еліміздің егемендігін мәңгілік еткесін. Алла ниетімізді қабыл, мұратымызды асыл еткесін. Уссалиллаху тағала ала хайр халқи Мұхаммад би рахматика я архамар рахимин. Рахмет айналайын, көргенің өсеміз, көргенің өсеміз. Енді мынау келіп жатқан меймандар жақсылап жайғаса беріңіздер, жайғасыңыздар. Бір ғұлама қариямыз айтқан еді кезінде, мынау сырттан келген ағайындар, сырттан келген меймандар оқыса қабыл бола береді деп. Сол сияқты мына енді Құдай қаласа Мырзашөл өңірінен келіп отқан, Ашығабадан келіп отқан ағайындар жақсы ғұлама, үлкен имам келіп отыр. Сол Ашығаба келінен Айыпхан ағамыз, кәнеке сізге өтір. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Tuhan salavat iman ve kula khasiyet tohlan kayıl işaretleri savapların evvela Adam aleyhisselam havanamıza soğuk peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmetine cami evliya enbiyalara la ilahe illallah Muhammeden abduhu resulü'den kaybeden cami munda ve cami şehit oğullarımıza Sultan Osman söyleyin. O yerde jatta jalto müminlerge evliya enbiyalarga Baymurat atamızға, ата-баба бабақ оғыларына, анай башты бұл үші достан жамағаттарымыздың, ағайын туыстарымыздың өтіп кеткен ата-бабаларына,
жетада жеткіштеріне амел қылсын. Алла Тағала ағайынымызды беріп жатқан қайыр жағдайын қабыл етсін. Алла Тағала барлығымызды жылдарымызға берекеттерін молшылыққа үлесіп, өсіп жатқан ұл-қыздарымызды, бала-шағаларымызды иманның байлығын беру саулықтарын нәсіп етсін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Рахматика я архамар рахим. Аллаху Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cennet zatayım olasın. Kanlı ister, amanız ister. Bol. Kevin atlarını da aytlar. Pelinçenin balasın deydi. Abildan bolasın ben. Yüzü bayıp mı? Ya. Şunu tanısan tol adamsın. Birinci kitabın Kur'an. İkinci kitabın ata-babamın şeciresi. İki kitaplarını başkası konu tırşılıktın hareketi. Başka kitaplarda Nurlan. Sen Nurlan bir demek aytqanda qo'shda bo'lsam kishida ekbin deb o'tiraman. Aytdimsa men o'zim hayotim bor. To'xtab qoladi. Ata tek so'rasang qo'ng'iratdim. Qo'ng'iratning ichida boylar jandar. Jandarning 5 bolasi bir qulchuq. Qulchuqning ichidagi boy murati. So'rasang Akem O'roz Ahmetcan. Qalın elдің içinden kelip turmun. Sırrın boyunca qalay alып жатқан. Aytamız sırtta жүрген ағайынға, қарағым ағайынды керек ойда. Ömürü адамзаттың ауыспалы, тұрмайды бір қалықты өне ойға. Басыңа бақыт дәулет орнай қалса, оны да өмірлік деп сене қойма. Sırtta жүрген бір-бірін танымайды, бірге жүрсе арасы айырылмайды. Mınav kim, anav kimler degizmeyek, Pelençe oy degende жаңылмайды. Aytamız atası bir tuğuskanға, Sırtta жүріп bolasın kimge тұлға. Aşarşılık zaman жоғдан сұрайтын, Ағайын келсе дейміз ата жұртқа. Ата баба тұрағын білмек болсаң, Avdanımız Ars'ta, bir tayfel Sırdarya жағасында, ecelden Bayırgım deb ataladı. Oturumuz ata konuz Könajay'da. Babaların eskelip, jinalıp gelgen orpakların, her vakti babalar jebe жүрсін. Jinalğanlar körgönü men bilgenin, keyingiga aytıp жүрсін. Ayta berіңіз ayta. Осы тойға жиналып, осы мерекеге жиналып, мынау деме. Бұл жиынға келгендер аттерлердің алыстан топты бастап туысқанның нешелері келген еді. Естіген соң жаталмай мен де келдім. Туысқанмен танысып, амандасып, бөлісіп, өткендерді еске алып, шер тарқатып алсам деп. Баймұраттың әулеті ұрпақтары ниеттері қабыл болсын. Мейірімі түсіп Алланың әр уақытта бабалар жебе жүрсін. Аумин. Rahmet көке. Ортамызда ата бабамыз болып жүре беріңіз. Есім Күмісбек, осы Баймұрат бабамыздың ұрпағымын, Қосақтың немересі Зәурбектің ұлы Күмісбек деген бауырларыңыз мен боламын.
құда қаласа мынау алыс жағынан келген ағайындарға мына енді қызмет жасау, қолға су құю, құрметтеу біздің міндетіміз. Сондықтан сіздерге мінекей осы Қара Шаңырақтағы Аққала жиделі Байырқұм елді мекеніндегі жастарымыз, қарияларымыз, алыстан 6 жасар бала келсе 60-тағы қария басипті дегендей, мынау енді сырттан келген ағайындарға құрмет жасайық деп мінекей дастархан жайып жатқан жайымыз бар ағайындар. Мынау енді құрметті ағайындар, жаңа Матчана көкеміз жақсы айтып кетті. Мінекей Баймұрат, біз енді құрметті жақсылар, құрметті ағайындар, бізге түсінікті болу үшін бұл қарияларымыз шежіре бізге бұрынғы, қазіргі бұрынғы тарих. Біз енді осы өскелең ұрпақ, кейінгі жаңағы өсіп өткен көп біле бермейді. Сондықтан енді Құдай қаласа осыдан 2-3 жыл бұрын ниет қылғанбыз, бас қосқанбыз, жылда осы үрдіс болсын деп сондай ниет қылғанбыз. Құдай қаласа мынау енді осы мен жаңағы ары кете бермейін. Осы Баймұрат бабамыздан бері қарай не ала берейік, ары қарай енді келешектегі уақыттың не болсын деп отырмын мен. Құлшықтың өзі, Құлшық атамыздан тарқаған 4 бала. 4 баланың бірі мінекей Баймұрат. Осы Баймұраттан тараған 4 бала. 4 баладан тараған мінекей ұрпақтары Құдай қаласа бас қосып отырмыз. Мінекей әрине ол енді қызмет бабымен, әйтеуір күнкөрістің қамымен дегендей әйтеуір қилы замандар болды уақытысында. Сондай-сондаймен сыртта жүрген ағайындарымыз көп біздің. Мінекей Құдай қаласа 4 көзіміз түгел бас қосып отырмыз. Құдай қаласа мінекей ал енді құрметті жақсылар, мынау енді тоғай аралаған үйшіл келеді, ел аралаған жылы келеді дейді. Құдай қаласа кешегі Ақиық ақын осы сыр бойында өтті, өсті, бәрін көрді, елді жерді. Сонда айтқан екен, Құлшығаш деген ел бар екен, асу бел сияқты. Алғи деген ел бар екен, есіп өткен жел сияқты. Байлар жандар деген ел бар екен, ел сияқты деп. Мінекей құрметті ағайындар, осы сол байлар жандардың ішінде, жандардың ішінде мінекей жаңағы төменгі аталарымыз осы Баймұрат бабамыздан төмен қарай басайық деп отырмыз ғой. Мінекей Құдай қаласа осы Баймұраттан тараған, Баймұрат атамыздан ұрпағынан тарқаған өзге кие жаңағы кешелі бір айтылып отыр. Үлкен Қара Шаңырақ, осы жаңа көкемдер айтып отыр, Қара Шаңырақ осы Байырқұм. Осы жерден тарап, осы бабамыздан тарқап мінекей жатқан ұрпақтар. Мінекей Құдай қаласа осы бабамызға, осы немізге тақсым етейік деп келіп отқан көп жағдайымыз бар. Құдай қаласа. Енді ағайындар, мінекей осы менің айтайын дегенім, құрметті жақсылар, мына енді сырттан келген ағайындар, аға буын, үлкен аталарымыз бар. Қазір мен айтып өтем, бірақ енді мінекей аз елдің азасы бір дейді да, көп ел өз қадірін өзі білмейді, бір-бірінің қадірін білмейді, тарап жүре береді дейді да. Мінекей аз болғаннан кейін ба, мынау енді ел аралап жүрміз, көріп жүрміз. Атасына да, бабасына да, батырына да жолдың бойы болсын, елді мекен болсын қойып тұрсаған да бәрін. Ал біздің осы Баймұрат атамызда белгі жоқ. Мінекей Құдай қаласа мынау енді кезінде мынау осы мынау енді тәте Асқар атамыздың кезінде бір тамақ берілген тұғын осы жерге. Кейін мен білетінім, Әзімхан атамыздың кезінде осы бала ұрпақтар бір тамақ берді. Өмірбек атамыздың немерелерге бір тамақ берді. Содан кейін ескерусіз тұрған тұғын. Қорасы жоқ. Осы көрген, білген аталарымыз кезінде осы Мәтсан көкем сияқты қариялар сырттан оқып, әйтеуір шамасы кезде келіп, Құранын оқып, бақыштап жүрген. Ал енді сондай-сондайды көрген біздің елдегі жастарымыз, неге біз осындай барлық жерде бар, біздің ата-бабамыз қайда, бабаларымыз қайда, неге біз осыны қолға алмасқа, неге бір белгі қоймасқа, неге басына бір кеседен тұрғызбасқа,
біз бір қауым елміз ғой деп сондай бір бастама көтерілген тұғын. Құдай қаласа сол жалғасып келе жатыр. Қазір енді сөз барысында, әңгіме барысында оның бәрі айтылады, сөз беріледі. Мінекей мына енді құдай қаласа бүгін осы алыс жақын ағайындарды шақырып, тілектерін айтқызып, осының артынан қарияларымызға бата алып, осы Баймұрат бабамыздың рухына Құран бағыштап осы белгіні қоюға атсалысып жатырмыз ағайындар. Әрине осы алыс жақыннан келген ағайындар оны біз қолдайды деп сенеміз сіздерге. Сіздер әрине сыртта жүрсеңіздер де тілеулессіздер. Біздің бабамыз, біздің әруақты жеріміз осы жерде, құдай қаласа. Мінекей осы Баймұрат бабамыздың жері, осы бабамыздан тарқаған ұрпақтар осы жерден талдар алдың талын тауысып, шабақ қылып, мініп атқып осы жерде ойнады, осы жерде жүзі. Мінекей кешегі мынау жақсының сөз өлмейді дейді, ғалымның қателмейді деген. Осы жерде жақсы игі кісілер өтті. Кешегі әуез аталарымыз, кешегі Төрегелді аталарымыз, кешегі Тұрғынбай аталарымыз, кешегі Керімбек аталарымыз осы жерде өтті, біз білетін. Осы жерде, мінекей. Сол кезде, сол кісілерден бір үзінді айтып кетеймін. Біз енді солардың балдарының енді құлақ көп жерде жүргеннен кейін, көпшілікпен араласқаннан кейін естіп қаламыз ғой. Сонда осы сол кездерде айтылған, мінекей, сол кездерде жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған ел еді. Бір кісіге, сол қарияларға тұрған сол кездерде. Сол кезде мынау енді бәрі бейбітшілік заман болған ғой, бәзеке. Сол кезде анау Тұрғынбай аталарымыз, Төрегелді аталарымыз, осы Керімбек аталарымыз тазы салып, құс салып, құмай тазы қуып, нарды кәдімгі қалтаға белге байлап жүріп, шай ішіп жүрген уақытта болған екен. Сол кездерде жаңағы Керімбек, Тұрғынбай атамыз айтады дейді, Керімбек осы құс салып, тазы қуып жүре береміз ба? Бір нелерге келіншекті ауылдарға бір бой жазып қыдырып қайтса қайтеді деп айтады дейді. Көрдіңіздер ма? Сол кездерде жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған, мәңгілікке күйеу кетсе әйелін, әйел кетсе күйеуіне сонда бір-бірінен ұзатпай, ортадан шығармай жүрген уақыттар болған екен. Мінекей содан кейінгі ұрпақ, мінекей мынау Пернахан көкендеріміз өтті. Мынау енді шежіренің жүлдеген шағып май ішкен кешені Қожығыт немересі Демсүректің баласы Бұғыш көкелеріміз өтті. Көрдіңіздер ма? Шежірелі Сүлеймен көкелеріміз өтті. Кешегі Райхан көкелеріміз өтті. Осы оның бәрі тарих, осы сол кісілердің бәрі біз үшін, сіздер үшін қызмет жасап, бабаларымыздың рухына деп жүріп, сондай өткен кісілер. Мінекей қазір енді мен бізді бастағалы отырмын. Құдай қаласа осы ошақтың ұшқытындай 3 ел өшірді. Байырғым, Аққала, Жиделі. Құдай қаласа осы жастарымызға мен айтар едім. Біз Батакөй қарияларымызға да рахмет айтамын. Орта буында жүрген кісілерге де рахмет айтамын. Мынау бастаманы бастап көтеріп жүрген кейінгі поколение дейміз ғой, жастарымызға көп рахмет айтамын. Мен де ол кісілер осы жастарымыз сияқты аталарымызға көп әңгіме айтып да орта буын біз болып қалдық. Пенсияға шығып 64-65-ке келдік. Сол жастарымыз осы бастама көтеріп, көкелер, мынау енді осындай біздің бабаларымыз өтті, аталарымыз өтті. Сол кісілердің біз қайерде жатқанын, қайерде жүргенін біз білмейміз. Сіздер білесіздер. Соған біз енді сіздерді біз көтерілейік, сіздер қоштаңыздар, сіздер біздің сөзімізді сөйлеңіздер. Алыс жағынан келген ағайындарға түсіндіріп
түсіндіріп айтыңыздар. Біз енді осындай тіршілікті бастай берейік дегеннен кейін мақұл дұрыс деп шештік, Құдай қаласа. Сөйтіп ағамыз. Мынау енді құрметті ағайындар, бәрі айтылып жатыр, сөз арасында айтылады. Мынау енді жетатасын білмеген жетесіз дейді. Жетатасын білмеген жеті қыздан асырмайды дейді. Қазақта бір жақсы сөз бар. Мынау жас кезінде дейді, жас кезінде әркімдің жетегінде жүріп, өмірмен де, тірлікпен де ісі болмаған адамның дейді, қартайғанда көп айтар сөз болмайды дейді. Біздің ағайындар айтар сөзіміз көп болсын. Бізде содан кейін айтып кететін нәрсе, бізде қазақта жаман әдет бар да, жаман әдет бар. Сол қасиетімізді жоғалтуымыз керек. Жақсы нәрсеге ауысуымыз керек. Бізде. Ол енді өзіміздің арамызда да бар, өзіміздің арамызда да айтылып жүр. Мынау кеше жүрген бір алқаш еді, мынау бір жүрген кеше біреу еді, ендігі молда болып қапты, ендігі кісіге әңгіме айтатын болып қапты, енді бір бас көтеріп ортаға шығатындай болып қапты деген жаман қасиеттен айырылуымыз керек та. Сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер, молда қандай адамдардан шығады, білесіздер ма? Соны білесіздер. Бақсы, балгер, тауып қандай қатындардан шығады, оны жақсы білесіздер. Көрдіңіздер ма? Сол кісілер өмірдің әші күлеміз, білмейік. Сол кісілер өмірдің әшісінде, тұшысында көрді, жаман жақсыны көрді. Арғарап шегінуге жер болмады. Содан кейін жақсылыққа беріп, иманшылыққа келеді да. Көрдіңіздер ма? Сол кісілер тыңдау керек. Ол кісілер бәрін көрді. Көрдіңіздер ма? Сондай ағайындар. Бір-бірімізді көтеріп жүруіміз керек, қолдап жүруіміз керек, жастарымызды көтеруіміз керек. Біздің мына жастар, келешек ұрпақтарымыз, жастардың бетін қақпау керек, белін буу керек дейді да, келешекке дайындау керек. Мінекей сендер көтеріп істеу керек. Құдай қаласа жастарымызға көп-көп рахмет айтамын. Құдай қаласа мінекей қарияларымыз сөз барысында қазір береміз, арға жалғастырып отырамыз ағайындар. Мына енді құрметті ағайындар, әдептен озбайық, уақытты созбайық. Мынау алыс жағынан келген ағайындарға мен көп-көп рахмет айтамын. Отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Қайда жүрсеңіздер де аман жүріңіздер. Бірақ май әулие, майсыз сен жарылған қай әулие деп әруақтарды, әулиелерді ұмытпауымыз керек. Құрметті ағайындар, қаяқта жүрсек те төбелес болып, Құранымызды оқып, ата-бабамызға бағыштап жүрген жақсы абзал деп ойлаймын енді. Мен де бір көшеде жүрген жігітем, бірақ орталарыңызға шығып жүрмін ғой, шығып тұрмын ғой. Дұрыс, қолдауларыңыз керек. Бұлай енді құрметті ағайындар, мінекей жаңа шежірені айтып өттім, үлкен буынды айтып өттім, одан кейінгі буынды айтып өттім. Бұл өмір, өмірге келу де бар, өмірден өту де бар. Құрметті ағайындар, бұл табиғаттың құбылысы. Енді мен айтайын дегенім, енді міне осы мен білетін жерде, сіз білетін жерде, осы Баймұрат бабамыздан тарқаған ұрпақтардан 3 атамыз қалыпты. Ошақтың 3 бұтында 3 атамыз қалыпты да бізде. Мінекей кешегі мынау бүгінгі ортамызда отырған Асқазадан келген Нұрлан көкеміз. Осы қара шаңырақта өмір сүріп отқан мына балдарына рахмет. Бала анау Қайрат қой баласы. Қайраттан бұл келінге рахмет айтып ұлттан. Көресіз ме? Бізде келін жайлы да, келін жайлы. Осы жамай дәрежеге жеткізіп, қолына су құйып, жылы-жұмсақ тамағын беріп, көкемізді осындай 90-ға келтіріп отқан. Дұрыс. Мінекей осы сөзіміз бастаймыз. Осы қарияларға мен сөздің кезегін беріп келіп отырмын. Одан кейінгі поколение. Мына енді осы жаңа кеше ұйымдастырғанда айтқанбыз. Мына енді осы ошақтың 3 бұтындай 3 қариямызға 3 шапанды әкелейік. Одан кейінгі поколение, одан кейінгі ендігі жыл бола береді. Мына ағайындар, енді біз осы үрдісімізді жылда жалғастырамыз деген ниеттеміз. Ниеттеміз да біз. Мына енді былтырғы алдыңғы жылдары жылған, мына енді осы Байырғымдағы, Аққаладағы, Жидердегі Баймұраттар бере ма? Тоқтаңыздар, бере ма? Бізде үлесіміз бар, біздің де қосамыз, бізде барайық деп ниет қылған ағайындар болған тұғын. Ол түрлі себептермен сәл-сәл не болды да, адамның дегені болмайды, Алланың деген, Құдайдың дегені болады. Сол болмай қалды. Мен сол кісілерге айтар едім, мына Жетісай өңіріне келген ағайындарға,
мынау Сарыағаштан келген, Шымкенттен келген, Арыстан, Бадамнан, енді Қабылсай, Мордой осы барлық ағайындарға айдар едім мен. Мынау Құдай қаласа біз қара шаңырақпыз. Бұл жердегі ұрпақтарымыз бар, бас көтерер жігіттер бар, батагөй ағаларымыз бар. Біз бере берейік. Ата бабамыздың рухына, тағылымына біз Құран оқытып асты бере берейік. Бірақ сіздер сол ата бабамыздың үрметті деп құрмет қылып, мейман болып, төрімізден орын алып, тілектеріңізді, дұғаларыңызды келіп оқып кетіп тұрсаңыздар деген ниет болмады да бізде. Өйткені Сарыағаштан келіп, Арыстан келіп, дастархан көтеріп келіп, неге тамақ беруіңіз оңай емес те ол. Сол үшін май әулие, май істен жарылған қай әулие деп, сол әулиеге келген құралақан кемей, тағзым етіп, сондай жолдарымен келіп, түрлі жолдары бар да оның. Соның өзі тиеді, құрметті ағайындар. Соны айта кетейін дегенім. Ал енді ағайындар астың өзі жақындап қалды. Мен енді қазір мынау ошақтың үш бұтындай ағаларымызды мен әңгімеге тартып, шапанымызды жауып, ар жағын мынау елден келіп отқан имамдарымыз бар. Сол кісілерді Құранды оқытып, дәмді татқызамын. Содан кейін ары қарай мынау құрметті ағайындар, осыдан 23 жыл бұрын мынау Тілеген Күзембай атамыздың кезінде шежіре жазылған, оны білесіздер. Шежіре жазылғанда барлық жерде жазылған. Сол шежіреге қазір 23-24 жыл өтіп кетті. Содан кейін қанша балдарымыз бойынша ер жетті, қанша балдарымыз үйленді, қанша немерелер өмірге келіп жатыр. Көрдіңіздер ма? Соны тіздіріңіздер. Ертең қап кетпесін. Қап кетіп тұрған балам жоқ, немерем жоқ, шөберем жазылмай қалыпты деген әңгіме болмасын ағайындар. Сол үшін Бақтияр деген бауырымызды шақырып отырмыз. Бақтияр осы жерде қазір сөз барысында ол кісіге де сөздің кезегін береміз. Ол кісіне әкесі де отыр шақыртып. Содан кейін мынау енді біздің өзіміздің ортамызда жүрген баламыз, мынау Исатай көкемнің немересі Қанат бауырымның баласы осы жерде Нұрсұлтан деген баламыз. Нұрсұлтан келді. Мінеге мынау енді ертеңгі жоспарымызды жақсылап таныстырады. Біз ниет қылып отырмыз. Бүгін Құдай қаласа қариялардың батасын алсақ, Құдай қаласа жақсы тілеген, жақсы осы жастарға жақсылап батасын берсе, менің бастауыммен осы балдарымыз құлшынып тұр. Ертеңнен бастай жібермекшіміз ғой біз. Керегесін фундаменті қойып ары қарай. Содан кейін ол алыс жақындағы ағайындар оянады. Біздің жастарымыз көп, біздің Баймұраттан тарқаған ұрпақтарымыз Ақтау, Атырау, Алматы облысы, Алматыда, Шымкент барлық жерде бар да. Сол кісілер осының бәрін шаттап отыр, осының бәрін біліп отыр. Енді мынау жақсылап батасын алсаңыздар, анау белгіні бастасаңыздар, біз қол үшін береміз, дайынбыз деп отыр да. Сол үшін енді біз қариялардың батасын алып, Құдай қаласа, арға бастаймыз Құдай қаласа. Жақсы ма, дұрыс па? Мынау енді мың қосшыға бір басшы деген, мені қосты бастаңыздар, шабыт келіп тұрады да бізде. Болды. Мінеге қариялардың сөздің кезегін берейін. Қайки басқа аумин болсын. Жаңа көкім тілек айтады, нұрман бата бере ма? Бұл алыстан келген ағайындарды. Міне көкім, бата бере басқа. Басқасын берейді басқа. Айналайын бауырларым, жақсылар, жақсы жақыннан мына Баймұрат бабамыздың құрметіне келдік. Алла ниетімізді қабыл етсін, Құдай қаласа. Мына балдарымыздың істеп жатқан жақсылық ниеттерін Алла қабыл етсін. Айналайындар, Ошақтай көп қосығарып, өмірлері ұзақ болып, атамыздың, бабаларымыздың сіздерге ниеттерін қабыл мұраттарыңыз. Амин Аллаға. Ниетіміз қабыл болсын, амин. Аллаға. Рахмет. Ниетіміз қабыл болсын. Ал құрметті жақсылар, алдарыңызға ас келді, астан жақсылар алыңдар. Құрметті ағайындар, ас келіп қалды. Құранды астан кейін оқимыз, асқа дейін де Құран оқыды ғой жаңағы біз
Алларыңыз рахмет болсын, астан жақсылап алып отырыңыздар ағайын. Иығын айлық қойыңдар ағайын. Мынау енді біз арнайы алып қойғанбыз. Құдай қаласа тойын мүкемі деген қасқана мүкеме берілем. Құдай қаласа. Төлетесің. Уақыт болады. Ертерек бәріңізге неғылып, іште аталарыңыз көріп, жаңадан туылған нәресте жаңағы болатын болса, сразу телефон номер сол қағазда бәрін жазып қоямын. Соған сразу жіберіп отырсаңыздар, соңғы жіберетініміз қалып отыр да. Осы соңғы түзету енгізгеннен кейін уже енгізілмейді, уже кітапқа баспаға шығады ары қарай. Осы бір аптаның көлемінде жаңағы қате тексеріліп, полный шапқа тасталады. Телефонымды жазып қоямын, болмаса біраз адамда бар ғой негізі. Нұрлан Жәкен, болмаса Жанат Жәкеннен де сұрасаңыздар береді нөмірді. Басқа не айтым? Еліміз аман болсын, ниеттеріміз қабыл болсын. Тек қана жақсы, осындай жақсы жерлерде, жақсы замандарда Рахмет, Бақтияр бауырым рахмет. Мінекей осындай ағайымыздың жүйесін жазып, үдемірәсіне шығып жүрген Бақтияр бауырымызға көп рахмет. Ал енді құрметті жақсылардан мен жақсылап алып отырыңыздар. Ассалаумағалейкум. Баймұрат баба, ұрпақтары, туысқандар. Мына бүгінгі біздің отырысымыз өте үлкен керемет үрдіс болып жатыр. Біз ата-бабамызды құрметтесек, өзіміздің жолымыз болады екен. Мен мынау Сарыағаш ауданынан келіп отырмын. Сонда Сарыағаш курортында қызмет жасаймын. Ол жерде қызмет жасап жатқаныма қазір 48 жыл болды. Оның көп жылдарында бас дәрігер болып істедім. Әлі де қызмет жасап жатырмын. Бізде ең үлкен ұйымымыз бар, Абатада деген. Сонда ақылдастар алқасында мүшесімін. Мына ревизияның председателі бар, жиналған ақшаларды тексер, ол қайда кетіп жатыр, қандай түрліктер жасалып жатыр, қай сатыдан қанша түсіп жатыр, соның бәрін тексеріп отырмын. Біз негізі Сарыағашта байлар жандарлар аз. Оның ішінде Баймұрат жандар аз. Ол жақта көбінесе мына көшіктер тұрады. Мен осы жаққа келе жатып, осы Баймұрат бабамыздың ұрпақтарын өз ағайындар санап шықтым. Сонда үлкендері бір 2-3 адам екен, 2 ақ үй. Қалғандардың бәрі жас, елді отан болып, елді үйленіп, тірлік жасап жатқан жандар. Барлық жоғы 15 адам, 15 екен. Оның өзі де керемет, біз оның жерде өздеріңіз сияқты ұйымшылмыз, барлық жағдайлар жасап отырамыз. Жаңа Күмісбек дұрыс айтты, мынау асты бар уақытта осы 3 еліміз берейік. Мен қолдаймын, бірақ біздер де оған кішкене үлес қосқымыз келеді. Алдын ала білсек, соған біраз үлес қоссақ, бетім жарқын болып, араларымызда емін-еркін отыра аламыз. Біздің бабаларымыздың өскен жері, тұткен жері, менің ескен бойымша Мұрынқарақ тауының етек, Мұрынқарақ тауы. Одан бері қарай мынау Баймұрат Айбой, Байырғымда мынау алғиларда біздің тұткен жеріміз деп айтады. Жоқ, негізі тұткен жер ол жандарлардың жері. Мен мақтан етемін осы жандар болғаныма, оның ішінде Байжан болғаныма. Жаңа Күмісбек бір Майлықожаның термесінен біраз нәрсе айтты. Мен соны жалғап жүрейін.
байлар жандар асқар тау бел сияқты деп атап айтып кеткен. Міне сондай бел сияқты елміз біздің. Біздің ынтымақтарымыз мықты болу керек. Әр уақытта үлкенді сыйлап, кішіге ізет жасап, осындай дастарханымыздың басында жиі кездесіп жүруіміз керек. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Қайда жүрсек те аман болып, бір-бірімізге тілектес болып жүрейік ағайындар. Мына дастарханның басында осындай дастарханымыз тек жақсылыққа, тойға жиналсын. Соның басында бола берейік. Мынау иә, кім деп атқансыздар? Тайжанның баласы, Тайжанның. Мен Тойжан деген ақсақал болған Дарбызыда, Құрсайда тұрады. Сол Тойжанның баласымын үлкен. Біздің ағайындарымыздың бәрі осы жақта мен кішкентай жас кезінде келіп, ағайындарды Шыңтас баба атамның ешегінің артына мініп аралап көріп жүреді. Міне бүгін өздеріңіз көріп, қуанып отырмын. Көптеріңізді танымаймын, бірақ жүздеріңіз таныс. Осылай жиі кездесе берсек, біз бір-бірімізді өте жақсы танимыз. Менің өзім туылған жерім, мына Нұрекеңнің ауылы, Кирівтің, Асық атаның Ждановында 1948 жылы 27 декабрьда туылғам. Одан кейін 54 жылы Дарбазаға көшіп кеткенбіз. Сөйтіп сол жақта жаңа айтқан ағайындар бірге тұрамыз. Енді ағайынға келіп, ағайын арасында жүргенде қандай керемет нәрсе ғой. Біздің ауылда Сарағашта нелсін десе, қоңыраттым десек, кішкене шеттетеді. Міне соқтан ағайын арасында жүрген керемет. Мынау мен өзім барам мына жаққа шығамай отырмын. Қазір неғасын бәріңізі бар үлкендердің қолын алып шығамын. Мақұл, барлық жақсылықтар болсын, той болсын, ниет қабыл болсын, мұрат асыл болсын. Рахмет көке, рахмет. Әр уақытта деніңіз сау болсын, отбасыңызға аманшылық. Осы мейман болып, келіп, ағайындарды көріп, соның өзі бізге үлкен ғанимет, үлкен қуаныш. Құдайға аман болыңыз. Ал енді құрметті жақсылар. Ал енді құрметті жақсылар, дәмден жақсылап алып отырыңыздар. Бұдан кейінгі сөзді мынау Мырзашев өңірінен келген Асығата келді. Баймұрат бабамыздың президенті ортамызда Жақыбекұлы Қасқалбек көкем келіп отыр. Қазеке сөзіңізде өзіңізде. Ассалаумағалейкум. Баймұрат баба ұрпақтары. Мынау енді сіздермен қауышып, мынау ата баба басында осындай жиын ұйымдастырып отқан айналайын мына бауырларымызға өте үлкен рахмет. Мынау көкем айтып кетті. Бір көрген біліс, екі көрген таныс, үшіншісінде жаңадегі бір-бірімізді жиі көргеннен кейін таныстығымыз арта береді. Ал енді мынау Баймұрат баба ұрпақтары біз Жетісайдан бұрынғы Киров большевик совхозының Жданов ауылынан келіп отырмыз. Осында 10 шақты Нұрлан көкем бастаған осындай жиын бар дегеннен кейін бұрынғы жиындарда да келіп жиынның ішінде болып жүрміз. Ал енді мына Күмісбек інім айтып кетті, осы бір жылда үрдіс болса деген сияқты әрқайсымыз жаңадегі
бұл ауылдың жігіттеріне рахмет. Осы уақытқа дейін ұйымдастырып жатыр. Ары қарап ауыл, аудан болып ұйымдастырсақ деген ұсынысы жатыр. Құда қаласа өстіп кезектесіп осы мына Баймұрат бабаның айтып мінекей өлі риза болмай тірі баймайды демекші. Осыны бір қолға алсақ бізде тіреулеспіз. Жалпы барлықтарыңызға аман саулық, денсаулық тілейміз. Мынау әрқайсыңыз түрлі мамандықтарыңыз бар, кәсіптеріңіз бар. Соның бәріне мінекей аманшылық, жақсылық тілейміз. Мынау бабаға Құран оқытып, нағып тұрсақ, жаңағы мінекей мынау кәсіптеріңіз алға басып, мына кейінгі ұрпағымыз жалғасып, мынау жаңа Бақтияр інімді айтып кетті, мынау шежіреміз шығып, мынау жақсылыққа ұласа берсін. Сіздерге тек қана аман саулық, денсаулық тілейміз. Мына тобымыз көбейіп, бұдан да үлкен жиын тойларда жолға берейік. Рахмет. Рахмет Қазеге. Рахмет. Жылына бір-ақ рет кездесеміз да біз. Мен мынандай отырысты, мынандай жиынды көрген жоқпын да. Тойға талай жерге бармыз, талай жерге асқа, талай жерде Құдайға барып жүрміз ғой. Бірақ бір атаның балдары жиналып, төрт көзі түгел, осындай бір шуақты күні, бір ауыр айтылы осындай кездесумен көп көрген емеспін да. Сондықтан енді келген ағайындар, бірқатар ағайындар айтып отыр да, жиналысымызаңшы созып кетті ғой дейді. Осындай да бір-бірімізге деген, мынау көзбен көз түссе, мейірім шапағатың артады дейді. Жүзіңе жүзің түссе, көзіңе көзің түссе, мейірім шапағатың артады дейді. Бір-бірімен таныссын, бір-бірімен сөйлессін, шай ішсін, бір шет тарқатып отырсын деген бізде сондай оймен жайғанбыз ғой бұл дастархан. Келе сап, Құранды оқисақ, бата беріп кете салу ол мақсат емес, міндет емес. Бір-бірімен таныссын, көріссін, ашықпасын, не ашық. Бір күнді осыған арнап, сонау Жетісайдан, Сарыағаштан келіп отырмыз да. Айсылған көкем жақсы айтты, бізге қуанып отырмыз. Мынау көкемдер көздеріне мына мәшер көкемдер көздеріне жасалып отыр. Не үшін алып отыр? Баймұраттың ұрпақтарының төрт көзі түгел жиналып, осындай дәрежеге жетіп, осындай ұйымшылдығына тілек айтып отыр. Сондықтан сіздер асықпаңыздар. Енді ағайындар, мен бәрін жазған ғой. Бәрі құр қалмасын, Бадамнан келіп жатыр, Ордабасыдан келіп жатыр. Жетісай, Шардарадан келіп жатыр. Шардара ауданынан енді бергім келіп отыр. Қазір. Жаңа кім қайда? Қадырбек, қыстағы көкелерім қайда менің? Еркінбек көкем отыр, Еркінбек көкем. Үлкені Еркінбек, бірақ енді тез ауылына. Құрметті ағайындар, бүгінгі басқа сөйлеуіне елгісі сүттік болды бар. Қараса біз қапсағымен жүріп жатыр. Ағайындар өзінің танысып кездесіп отырмыз. Қарасап қағысымыз көбейе берсін. Өзгерді сетерлі таныске бетін ассалаумалейкум. Сода арақша жүреді. Ассалаумалейкум. Рахмет. Қыстау көкем сөйледі, шалғын бала. Орта құрметті Баймұрат баба ұрпақтары, мынау бүгін алдымыз атқанша ағалар сөйлеп отыр. Қандай тарихи әңгімелер айтып отыр. Бәріне қуаттарымыз. Бұл өзі айтады жаңағы, бұл өзі айтмайды. Ayabaşında babamız başlıyor oturmuş. Mümkün babamız, babalarımız bu havalarından öyle kaçar var. Baykat dursanızlar, jel kanday samyan, kanday tabiiği jel, kan jağından kovulur.
мен өзім не үшін осы радио тынысым кеңіп қалай жұртқа көз тастап отырмын. Сол сияқты. Ал енді айтарымыз бұл қазақта әңгіме бар ғой. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Сол сияқты мынау үлкендеріміз бар, басқа кісілер бар. Мына жастарға айтқан шығар. Міне жастар осыны қозғап, осының үдәбарасына жетіп, міне бәріміздің бастарымызды қосып отыр. Айналайын көп жасаңдар, өмір жастарымыз ұзақ болсын. Адамның бәрі бірдей емес. Біреу ілгері болады, біреу кейін болады, біреу орта болады айналайын. Ілгергі балдар болыңдар айналайын. Мына тірліктердің бәрі келешекте қалады, тарихта қалғандай қалады. Сол үшін еңбек етіңдер. Мынау біз өзіміз 70-тен астық. Бізде сайрап тұрамыз, бірақ қорытынды жоқ бізде, қанша дегеніміз. Біз айтуымыз мүмкін білгенін. Бірақ сендер сияқты көп білмейміз. Біздің уақытымыз союз болды. Бұндайға онша көңіл бөлмеді. Ал мына кейінгілер қазір оқисыздар, не қыласыздар, ойларыңызда қалады. Ал біз қазіргі жаттаған нәрсені бір сағаттан кейін ұмытып қаламыз. Жастар өмір берсін, өмірлерін ұзақ болсын. Мына істеген еңбектерін жана берсін, жылдан жылға айналмайын. Үгіне берейік, өсе берейік, өне берейік. Одан кейін жаңағы мынау монументті көріп тұрмын. Бұны өзі мынау біткен зат па жоқ, бітетін ба келешек? Келешегі бітетін зат. Келешек бітетін зат па. Мынау енді өтініш айналайын. Мынау қазақтың әдеті бар. Сәл бір нәрсе ұқсаса менен көрді қойды. Сол сияқты монументіміз құлақ алса өз алдымызға осыны енді бұл жерден көшірілмесінler жүрсін. Қалай деймін? Көшірілмейді. Жоқ, соны айтамын да. Біреу заты қайталамаймыз ғой көке. Ол мынау тау жақтағы ағайындарды келіп ой мынау біздің бабаның несі бар, мынау келмесін. Мынау істеріңіз алла бассын. Әрдайым жылға аман есен төрт көзіміз жинала берейік. Рахмет көке, рахмет. Сөзіңізді тамада болған қайтамай қалған. Рахмет. Алынған жоқ. Өзі осы жастардың идеясымен өзі ол архитектураға барып, ол елде жоқты сыздырып, әдейлеп, арнайы әкеліп отырмыз. Мына енді қанат Нұрсұлтан, балам қайтасың? Бір жақсы таныстырып өзім. Талдаралдың талынан келген ұқасы қайда? Қасына барайын. Ассалаумағалейкум ағайындар. Кейін әңгіме қыласыздар. Ең бастысы осы жолдың бойында біздің белгі бабамыздың белгісі. Ассалаумағалейкум ағайындар. Қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Жақсы жеттіңіздер ма? Бүгінгі ниетіміз қабыл болсын. Енді жұмысын таныстырып өтейін сіздерге. Бұл жерде монументті өлшемдерін айтып өтейін. Биіктігі 4,5 метр болады. Астыңғы ені 1,5 метр болады, бұлайына 2 метр болады. Тумбасы. Сосын монументтің өзі тумбаның үстінде 90 сантиметр болады, және де 1,5 метр болады. Сосын осы тумбаның бетіне қарап 4 метр болады. Енді белгілеріне келетін болсақ, бұл жерде шаңырақ белгісі бар. Яғни әр отбасының биік шаңырағы бар. Біз осы шаңырағымызды осы жолдың бойында келтірдік. Одан кейін шаңырақтың бетінде қоңырат тайпасының таңбасы бар. Яғни қоңыраттан шыққан екенін білдіреді бабамыздың. Жолдың бойына көрген кезде тану керек қой. Белгіден алу керек. Енді басында күмбез болуы мүмкін, басқа да қоюға болады еді, мен тауды қойдым. Таудың белгісін бердім. Кез келген әкені асқар тау. Яғни тіреуші. Біздің бабамыз тіреуші. Яғни тау белгісін жоғарғы биіктігіне басына қойып отыр. Яғни асқар тау әкеміздей, атамыздай, бабамыздай біздің тіреушіміз болу керек. Тіреуші бар жерде біз мықты боламыз. Солай белгіленіп отыр. Енді екі шетіне қарап отырсаңыздар, бұл жерде атамыз туралы өмірбаян және де осы сырдың бойында орналасқан біздің мекен жайымызды, туған жерімізді сөздер жазылған. Енді оның қоршауы
міндетті түрде болады. Шыршалары егіледі, отыратын адам келіп демалып бата беріп, құран бағыштап міндетті түрде болады олар. Енді бұл жерде маған ұсынып айтқан не айтады, баба демей, ата деп жаз дейді. Оны өзгерту оп-оңай, қолда тұрған нәрсе. Ең бастысы, мынау монументтің символы айқын сөйлеп тұру керек. Біздің шаңырағымыз осы жерде Қоңырат тайпаның таңбасы бетінде белгіленіп тұр, және Баймұрат атамыздың жазу көрініп тұр. Яғни келген кезде Баймұрат баба деген мен басында қойдым. Нері сөз ұйқас ашылу керек та, ата деген аталарымыз көп қой. Баба, Баймұрат баба деген соң бізде сөзді өз ашып тұр да, монумент ашады. Ата деп жазатын болса мен ББ ата болып кетеді. Енді өздеріңіз көпшіліктің дауыс бергені байланысты, бірақ мен өзім таңдауым баба деп қойдым. Өздеріңіз осы жерде дауыс бердіңіз. Баба қойылсын ба, ата қойылсын ба? Онда бір ауыздан баба қойылады. Енді бұның шығынын келетін болсақ, қазір білесіздер, кез келген заттың бағасы орында ойнап тұр. Қазір біз нейді 2 миллиондай жобасында кетеді деп тұрмыз жобасында. Қоршауы бар, шырша егуі бар, көгалат фундамент жаңа қойылу бар. Қалай бұның ішінде? Бұның ішінде цементтеп барлығы құйылады, арматура жүргізіледі. Ешқандай шлак болып деген уақытша нәрсе болмайды. Бәрі фундамент осы қалыппен құямыз. Басына енді әркімнің ойында бір несі бар ғой, басына тауды көк таспен қойсақ, көк тас орнатсақ дейтін басына. Осы сыртын бәрі мрамор болады, ақ мрамор болады, асты қоңыр болады. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Тағы сіз бейаттасаңыздар. Мына жақта мен қазір өзімнің жасаған кішкентай макетін көрсетейін. Қараңыздар. Көріп тұр ма сіздерге? Макеті. Аталарымызға берейін, және де осы жол бойына қараған кезде, жолдың бойынан қараған кезде мынандай көрінеді ағайындар. Аталар, ағалар, бауырлар, мінекей. Осылай көрінеді жолдың бойына. Яғни келген кезде, қонақтарымыз көрген кезде сүйсінетіндей болу керек. Мінекей жақтап көрсетейік сіздерге аралап. Осылай көрінеді жолдың бойында. Қалай түседі, оңынан түседі, екі шетінде бола деді. Басында екі шетінде қылып істегенбіз. Екі шетінде. Сосын жолда екі шетінен көреді деп істеген. Сосын жоқ, оны тек қана жолдың бойына бұлай алдан қарап тек қана. Мінекей. Осы кіребеске келген кезде жол бойында биік төбені көрдіңіздер ме? Сол жерде орналасады. Иә, жол бойында. Яғни кез келген осы төңірек келген қонақтар көпірден өткен кезде біздің бірінші бабамыздың белгісі тұрады, биікте. Біздің арқа сүйеріміз, біздің тауымыз, біздің тіреушіміз. Соны мақайын жүрістер. 4-тің жолы. Отырақтың бойында. Аталарымыздың отырған жерлері бойында ескі жер. Сатаны үстіне қойлады. Байғонның дейміз. Кете білейік ағайындар. Енді ағай сөзімізді жалғастырамыз. Мына енді құрметті ағайындар, тағы бір мен айтайын деп отырған айтып кетейін де мен. Мына енді осы жиынға өгей жақсылар, игі жақсылар, ағайын туысқандар жиналып жатырмыз, құда қаласа. Мінекей, жаңағы көкеміз айтып кетті, Сарыағаштан келген көкем, Әсекең айтып кетті ғой. Біздің сөзімізді құптап отыр. Олар алыс жағынан келген ағайындар, олар дастарханын арқалап неғып келе алмайды ғой. Сондықтан бізде үлес қосуымыз керек, бізде тілеулес болуымыз керек.
деп отыр ғой, сол мен айтып кетейін деп отырмын да, мая өле, майсен жарылқар қая өле деп. Қая өлеге барсаңда әйтеуір сиынып барасыз ғой. Сондықтан да мынау қазақта айтады, жақсы сөз бар ағайындар. Келген меймандар, кім? Батырбай, Шералы. Дастарханға жақындаңыздар, дәмге. Ештен кеш жақсы деп. Мынау қазақта бір жақсы сөз бар ағайындар. Байдың бай болғаннан қорықпа дейді. Елдің қамын ойлайды дейді да. Кедейдің бай болғаннан қорық дейді. Қарабасының қамын ойлайды дейді. Елдің қамын ойлайтын жігіттерді сайлап отырмыз біз. Сақадай сайғып. Кәстеріміз бар. Комиссия мүшелері бар. Күнделікті тексеріп. Даже осы меймандарымыз келеді. Пәлен дастархан аламыз, пәлен продукт аламыз деп. Осы дәмнің бәрін есеп хисабына алып, неге дастархан жайып отырмыз. Бәрінің комиссиясы бар, бәрін есептеп отырмыз. Сіз сияқты бүгін кәсіпкер бар берді де. Абататада кәсіпкер болса, берді де кәсіпкерлер бар. Соның енді сөзін кезеген, мынау енді Баймұрат баба атамыздың ұрпақтары төрт көзіміз түгел келіп отыр. Енді мен енді осы қара шаңырақта отырған Абдазым деген көкем бар да менің. Осы елді, осы елді, осы ұйытқы болып, ағайындар, енелерім, балдарым, осылай істейік деп жүрген осы кісі. Содан кейін құрметті ағайындар. Содан кейін мынау енді біз енді үлкен әруақты жерміз, әруақты атамыз жаңағы. Енді осы елдің ішінен келген екен, сол Баймұрат атадан кейінгі тарқайтындар ұрпақтар көбейіп кеткен ғой, атадағы бөлінсек, арқап кете береміз, ол берсек. Бірақ мынау енді сол мен кеше әбдазым көкелеріне тұрланып бәріне шерге, әлшерге айтқам. Әнерге төрт көз түгел ағайындар жиналғаннан кейін, ол ел болғаннан кейін бес саусақ бірдей емес. Мынау нағымыздың, анау атаның менің жасым үлкен еді, менің жолым үлкен еді деп біреулер айтып жүрмесін. Талықты бекітіңді жөндеп ағайын ортасында бекітіп алыңдар, болмаса мен өзім тірлігім істей берейін деген әңгіме болған. Енді сөз өзінің әбдазым көкеме беріп. Ассалаумағалейкум, құрметті, қымбатты да бауырлар. Бүгін нәсіп болып Баймұрат атаның басына ас беріп, Құран бақшылап отқан жайымыз бар. Айдан болыс қабылмен болсын. Барлықтарымызда аяқтан жерден келіп, осы Құранға қасып осыdır. Алла сауаптан жазсын. Мынау жаңа Баймұрат атамыздың ұрпақтары келіп отыр ғой. Баймұрат атамызда біреуін алынып жатқан шығар, қуанып. Ұрпақтарым ауылдары бір шелік болып, тату тәтті болып, мынау Құран бақшылауға келіпті деп ұржап отқан жан. Алла қабылған болсын. Мынау Күмісбегініміз енді осы ұйымдастырушысы, осы Күмісбегінімізді сайлап отырмыз орталықтан. Бұл кім, мынау кім, мынау жүр демеңіздер. Ол Күмісбек бала не айтса сол орынданады. Солай шештік енді. Сіздер қай жеріңізді білмеймін енді. Біз айтқан болған жар енді. Мынау жаңа бастамалар көтеріліп жатыр. Енді әнеде естесіп қоямыз деп жатыр. Бәрі да осы қаржыдан бітеді ғой. Осы қаржыдан жәрдем берсеңіздер, бала ана қарап жалғастырайық. Мынау аймақ, байырқұм төбелері аймағы, Баймұрат атаның жатқан жері кәрі шаңырақ болып есептелінеді. Осы кәрі шаңырақта мынау ұрпақтары келіп, небері шөбелеп жан-жақты болады. Сол үшін байырқұм төбелеріндегі жастар жыл сайын біз беріп тұрайық, ағайындар келіп тұрсын деген ұсыныс жасады. Бұл құп дос деп есептедім мен енді. Мына сіздерге салдатқан әңгіме ғой енді бұл. Рағып бере береміз, рағып ете береміз демеңіздер. Кәрі шаңырақта отқан екен бәріне көруіміз керек, бәрін орындауымыз керек, берейік тамақ. Сол үшін атсалысайық жігіттер. Ал Күмісбек айналайын, рахмет. Мынау өздерінің артынан ерген әндерінің бәрі қоштап, сөп қолдап, қорғап жүр. Алла бәріңізге сауаптан жасын. Алла бәріңіздің отбасыларыңызға ынтымақ, алыс, береке, бірлікте құдай ажыратпасын Аллахқа. Рахмет. Ассаламағалейкум.
мынау ниет қабыл мұрат асыл болсын. Мен ай жігіт тұқымы, ай жігіттен мәнеден Әбуден Сандыбай, Сандыбайдан Дәулетбай, Дәулетбайдан мен. Мынау енді жақсы нәрсе ұйымдастырып жатырмын. Ағайындарымыз Құда қаласа осы ұзағынан сүйіндіріп, мына басына кесенеге қосыла берсін. Біз осы жерде айтылған менің ұрпағым, Сандыбайдың ұрпағы қосылады осының бәріне. Тек уақытында хабар беріп тұрыңыздар. Болды. Мына ниет қабыл мұрат асыл болсын. Мына құрметті жақсылар, айтып отырған дұрыс. Мынау осында үйінен қалып кетпеу үшін, шежіреден қалып кетпеу үшін, шатқа кіріңіздер, шатқа. Содан кейін құрметті ағайындар, мына енді ел болғаннан кейін бес саусақ бірдей емес, біреуде бар, біреуде жоқ. Біз енді 100 семья болса 10-15%-ын қысқартып отырамыз. Өйткені жағдайға да қарау керек. Ол кісілер кеме қалмасын, келіп тұрыңыздар, келіп тұрсын. Ал енді сөзімізді одан жалғастырамыз. Мына құрметті жақсылар, сіздер әлі Құран оқылған жоқ. Ол суретке түсу қашпайды, Құран оқылған жоқ. Мына қарияларымыздан бата сұраймыз. Содан кейін отырыңыздар сіздер, отырыңыздар. Мына көрген залды бала тұқса бір тарап кеткендеріңізді, енді қариялар жоқ келе жатыр. Отырыңыздар, әлі бата болған жоқ тасақана. Әлі Құран оқылған жоқ. Әлі алыс шағын ағайындар, одан басқа келмеген ағайындар бар екен. Қайғы, бір ауыз. Ауасында ыстық қой, біз соны түсінуіміз керек. Мына елге келгеннен кейін бірдеңе айтқысы келеді, бірдеңе тілегісі келеді. Сондықтан енді ұзақтан келген меймандарды сәт тыңдап, сөзімізден беріп отырайық. Өлшемді, 2 бөлді өсеміз ба? Шерахан көкің қойда? Қақты Шерахан? Шерахан. Көкін деп айтсы бермеді. Көкін деп бермеді. Мына құрметті жақсылар. Мына елдің сөзін кезеген Шымқалада, Шырайлы Шымқаладан күлелеске отырған Тұрғынбай атамыздың немересі, Серікбай көкеміздің баласы Шерахан. Шырайлы Шымқаладан келіп отыр. Врач. Профессор. Ажағын мамады өз айтып. Алло, ағайындар, тыныштап тұрыңыз ба? Жамырап кеттіңдер ғой, жамырап. Отырсыңдар. Ал құрметті ағайындар, қаттырақ сөйлейін, өйткені бәрі жамырап кеттіңіздер. Мен осы елде Тұрғынбай деген атамыз өткен. Сол Тұрғынбай деген атамыздың Серікбай деген баласының немересімін. Ал енді біраз кішеді әңгімелер айтайын дедім, жаңағы ағаларымыз айтып кетті, соған кішеді қоштайтын сөздеріміз бар. Бұл жалпы мен Шымкентте осыдан 30 жыл бұрын облыстық диагностикалық орталықта істедім, көп жыл істедім. Сонда маған көп облыс бойынша адамдар келіп жатты. Соның ішіндегі байлар жандарлар. Обязательно келген екен спикерін сұрайды. Шырағым нерсің дейді. Содан байлар жандарында сіліп кетті. Бәрі өстігінде ол кісілер 100-ден асып кеткен кісілер болар еді қазір. Сол кісілердің айтқанын мен айтқым келіп жатыр да. Бәріміздің байлар жандар түбі шыққан жеріміз Байырғым дейді, мел жатсай болсын, мел қайыр болсын. Мен өткенді ойлаймын, бүткіл әлемдегі байлар жандардың бар Байырғымнан шыққан. Соны біліп алдар. Әлемдегі байлар жандардың бар. Ал оның ішінде Баймұрат ол кем ғой оны дегенде. Содан кейін мен жағы, өйткені любой келген адам ақылдан сөйлесі кім боласы дейді. Сол кез әлбет жандар болса кеттің ғой әңгімеге келмесін. Сөйтіп, мен соны білгем. Так что біліп жүріңіздер, әлемдегі байлар жандардың бәрі Байырғымнан шыққан. Содан кейін мен жақын мынау баламыз айтып отыр ғой, мынау ненің монументтің басына таудың суретін салдым дейді. Ал енді біздің өзіміздің меншікті тауымыз бар, Мұрынқарақ деген. Байырғымның меншікті тауы ол. Сол ананың таудың басын Мұрынқарақтың формасын келтіру керек деп ойлаймын. Содан кейін ата деген қойдыр, ата бәрінде бар, баба болу керек. Бұл кісі президент, жоғарыда тұрған кісі Баймұрат баба деген. Сол үшін Баймұрат баба болу керек, басында Мұрынқарақтың тауын келтіру керек әдемлет. Мен өзім туған жерім Мұрынқарақтың жанында Үшелек деген тау бар. Соның астында туған мен сөзде. Ал енді мынау қанша 50 жылдан бері сыртта жүрмін, оны қазір бүгін көріп,
қуанып отырмын ағайындарды көріп. Жаңағы Асылхан ағамыз айтып отыр, басқа жерде қоңырат десе шеттетеді анау деп. Мен де қоңырат десе өліп қаламын, оныншы байларды десе одан сайын етіп кетеміз, Байымұрат десе вообще етіп кетесің, бұл жоқ боласың. Міне Құдай қаласа бүгін соның бәрін көріп отырмыз. Міне қуанып отырмын 2 жылдан бері. Осылай нені көтеріп, келіп жаңағы қоршап отырсыздар, не қылып отырсыздар. Еді жаңағы Нұрлан деген інім бар, Жанат деген ініміз бар. Осылар жылда қатты атсалысып жатыр. Құдай қаласа. Мінекей осының неміз жалғаса берсін. Баяғыда бізге аталарымыз бүйтіп еді, несін дейді. Жандарым деп айтты. Мен бір сәл қапа болады дiyeceğim. Біздің арыс ауданның бәрі жандарымыз дейді. Біз негізі байлар жандарымыз деп айтуымыз керек. Байлар жандармын, оның ішінде қайсысы дегенде жандармын деуіміз керек. Ал жандарды ішінде қайсысы дегенде Баймұратымыз деп айтуымыз керек. Соны біліп алыңдар. Әркім әртүрлі айтады да, сол үшін бірінші байлар жандар, екінші жандар, үшіншісі Баймұрат жандар деп айтуымыз керек. Мінекей осындай құрметті ағайындар. Естілді ма, біліп жүрсіздер ме? Әлемдегі байлар жандардың бәрі Байғұмнан шыққан болды. Мінекей мынау жағы нені айтылды қойдар мына. Аққала, Жиделі, Полиот. Барлығы Байғұмның адамдары. Ол кеше ғана мен салған мынау достықтарым мен салған баяғы. Мен аспаннан доктор болып түскен жоқпын. Баяғы 50 жыл бұрын мен соларды тыңдап тұрған адаммын. Мына Жиделі біздің бөліміз келеді көрі. Бәрі Байғұмның адамы. Мен жетсайға дейін бәрі айтып отырмын ғой. Сондай. Ал енді не дейміз? Мынау ниетіміз қабыл болсын, жақсылық болсын, аманшылық болсын. Мынау жылда болсын, бір рет өткізе берейік. Содан кейін мынандай жамырап кетуді қояқшы. Жұрт сөйлеп отырғанда сен тыңдап, жан-жақтан қарап, тек әркім өз қамын ойламасын. Мен кейде сол сөйлегенде шулап жатса сөйлемей қалатын әдетім бар. Бәрекелді сөйледің ба? Жақсы, рахмет. Сен жақсы мен профессор академикпін. Рахмет, Жәке, рахмет. Мен профессор екенімді білем, академик екенімді өзің айтып отырады. Рахмет. Менге құрметті жақсылар. Менге айтып отырмын ағайындар. Ағайын алыстан аңсап келгенде жақсылап тыңдаса қуанады, шаттанады. Елім, жерім деп келіп отыр бұл кісілер. Ал енді құрметті жақсылар, екі жақсылар, сөйлемдеушілер бар ма? Ордабасы ауданы. Ассалаумағалейкум бауырлар. Мен Ордабастан келдім. Мен бабам Қынаша би. Атам Қасымбектің баласым Қалдарбекпін мен. Әкем мен шешем айтқан туып түскен жерің Байырқұм, елің Байырқұм деп. Сол Байырқұмға аңсап келеміз біз енді. Сағыныш болып. Рахмет жігіттер осылай ұйымдастырғаныңа. Әр уақыт біз қосыламыз. Сіздер не айтсаң солға қосыламыз біз. Өзіміз 4 ата барғанбыз Ордабасыға, баяғы құрылым жүргенде. Содан бір 20 шақты үй бармыз. Ордабасыда тұрамыз. Ордабасы ауылда тұрамыз, 3 үйдің астында. Рахмет сөз бергеніңізге. Қалқандық рахмет, сізге де рахмет. Мінекей. Аз елдің азасы бір деп, аз болғаннан кейін адамның, әруақтың, елдің, туысқанның, ағайының қадірін біледі. Мінекей келдің, сол жерден 20 шақты үй болса келіп, ішінде болайық. Әке-шешесінің, бабаларының айтқан үстемеге Байырқұм, түбі Байырқұмнан шыққан. Рахмет бауырым. Қанеки, бар ма сөйлейтін кісілер? Арыс қайда, Монтай қайда? Еркінбай бүгін сөйлемейін дейді, рұқсат берді ол кісі. Келеді құдаласа, мынау әруақтарымызды жинап, осы 3-4 жылдан бері мынау қора тұрғызып, қаншама халық әйтеуір біріксе көлдеген ғой, құдаласа мына әулиелік қызмет дегендеріңізге рахмет. Жақтағысы бар, жақындағысы бар құдаласа. Етіміз қабыл болсын, атымыз асыл болсын. Аманшылық көрмейік, өсейік, өлейік. Әрқашанда жақсылықпен кездесіп, аман есен жүре берейік. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мына келгендеріңіз бас қосып, осы мынау осы жердегі жігіттердің арқасы ғой. Құдайға шүкір рахмет, мына жігіттердің отбасында қуаныш болсын осындай. Мына ағайындардың басын қосып, басын біріктіретін осы елдің қамын ойлайтын жігіттер көп бола берсін. Мынау жылдың басы ғой, мынау көктем наурыздың басында басымыз болсын, Құдай қаласа. Бұдан да үлкен жаңа мынау ашылып жатыр ғой монументтер. Осыған да бәріміз бір кісідей атсалысып,
осы бәрін бір кісідей жұмылсақ бірге көтерген жүк жеңіл дейді ғой, бірлік болсын бәріміз. Бала шағаларымыз аман болып, барлықтарымыз отбасыларымызда тыныштық заман болсын, той болсын, тойда жолға берейік. Мен мынау Шағырда тұрамын. Бердік Әлпеннің немересі боламын, Әбдәшімнің баласымын. Мынау ағайындардың бас қосылғаныңызға рахмет. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Барлықтарыңыз семьяларыңызға амандық, бақыт тілеймін. Мынау бастамаларымыздың бәрі дұрыс екен, осыған бәріміз қосыламыз. Әйтеуір аяқсыз қалмасын. Осыны аяқтап, аяғына дейін жетейік. Аумин. Рахмет. Тілекке рахмет. Іс-шараға келгеннен кейін енді бәріміз қазақтың баласымыз. Әйтеуір бір жерге барсақ та әйтеуір бірдеңені қыстырып барамыз ғой. Май әулие, май сен жарылқар, қай әулие деп, қай жерге барсаң да сен не алмайды. Бір жерге бір үйге осы Төрегелді атамыздың баласы Жарқынбектің баласы Нұрлан, қаяқта бойын көтеріп қойса сен, Бейлі. Ой, сонда да сен кімге ерке боланды. Аспаннан шыққан жоқ қой, кімді шығарғанын біле айтайын. Нұрланның баласы, ерке болан деген баламыз. Құдай қаласа осы жас болса да бас болып, талай жерге араласып, финанспен де араласып, көп жерлерде ағай туысымен де араласып, басшылық етіп жүрген баламыз. Біздің ізбасарларымыз, сіздердің ізбасарларыңыз, мен болсам, менің ізбасарларым осы. Құдай қаласа. Осы жігіт барлық шотта осы нөмірде барлық осыға шатқа кіре бересіздер. Каспийге, народный бәріне кіре бересіздер, осыған ақшаны қабылдай береді. Бұл кісінің өзі 7-8 комиссия мүшесі бар. Қандай тірлік болып жатса да есебін беріп отырады. Мынау деп есебін беріп отырады. Четкий есеп болып жатыр, ағайындар. Сіздер алаңдамаңыздар. Мынау жеп кетті, мынау ішіп кетті, мынау қолды болып кетті ма, мынау ақша қаяқ етіп жатыр, беріп жатырмыз деген әңгіме болмасын ағайындар. Сондай әңгіме болмасын. Сол үшін біз өз-өзіміз осы іс-шараны бастамақ бұрын сондай тірліктерімізді пысықтап, бәрін шешіп, келіп, ортаға салып отырмыз ағайындар. Сондықтан ол еш уайымдамаңыздар. Осы жігіт барлық финансқа жауап беретін. Бірақ жұмсалғанына қорытынды шығарып бізге есеп беріп отырады. Біз есебін алып отырамыз. Біз халыққа беріп отырамыз. Мінекей, Құдай қаласа тірлігімізге, ісімізге береке берсін. Қарияларымыз аман болып жүре берсін. Жастарымыз сол кісілердің ізбасары болып жүре берейік. Менен де бір ұсыныс болса да құлдан да бір мезірет дейді ғой. Біз мынау осы әулеттің ұрпақтарымыз, әулеттің қарияларымыз, шалбар киіміз деп, киіп жүрміз деп, еркек бұл сөйлеп жатырмыз да. Бірақ осы асты, тұзды, бәрін жайғастырып, осыншама дастарханды гүлдендіріп жатқан аналарымыздың, жеңгелеріміздің, келіндеріміздің арқасы, қыздарымыздың арқасы. Сол кісілердің де бір кісіне әңгімеге тартып қойсам қалай болады деп. Құдай берді бауырым келіп отыр да, белгілі қалай болады, қайыр болады соны түсіндіріп жатыр. Қыздар жаққа барайық. Ассалаумағалейкум. Байырбек баба ұрпақтары, мен өзім Шаңдараудан, енді өскен жерім Қызылғын, туған жерім Жетісай. Осы Байырғында Иманбек деген бабамыз болған, біздің әкеміздің әкесі Естіркеп. Сол Естіркептің әкесі Иманбек осы Байырғында туылған. Кейін конфискацияға ұшырап, мынау Жетісай жаққа жер аударылған ғой. Сол Естіркеп атадан тараған ұрпақтарымыз, інім Қызылғында, өзім жұмыс бабымен Шардара қаласынан. Енді мынау бүгін алдыңғы жылда болдық осы жерде, біраз көкелерімізбен, ағаларымызбен, інілерімізбен таныстық. Енді жаңағы адам бір-бірін көрген сайын мейірімін тасиды дейді ғой. Құдай қаласа осында ағайындарды көріп, өзі танысып, өзімізге таныс жақындатып жатырмыз. Құдай қаласа осындай отырысымыз көп болсын. Жаңа көкеміз айтты, осы ауданға бөлініп ас берейік деп. Енді жаңа Асылған көкем айтып отыр, Сарыағашта 10 шақты үй деп. Енді бір жағы ол аудандарға да ауырлық түседі, сондықтан да осы
байырғы жаңатып інім бар жаңағы Ерғали отар ұйымдастырса біз соның қаражатын жинап беріп отырсақ, сөйтіп өткізіп отырсақ та соның өзі де бізге иә. Содан кейін мына жерде жаңағы Жанатының айтып отыр жаңа жер белгілеп нағып қойдық деп. Енді соның мынау Арыс ауданының әкімімен жаңағы несімен сызбасын сызып орын бекітуді өз мойныма алдым. Енді содан кейін мынау жаңа Ерғалинімізге Еркебұлан мынау өзінің отбасының атынан мынау 100 000 теңге. Мына жерде нормативный нақтыра десек істемей деген енді жаңағы уәде беріп кейін істемей кететін әдетіміз жоқ сондықтан нақты беріп жатыр. Құда қаласа осындай ағайын болып бір-біріміз жаңағы жақын тартып осындай отырыстар көбейе берсін. Қанша дегенмен мынау Баймұрат енді жандардың ішінде Құлшық, оның ішінде Баймұрат бабамыз ғой. Содан тараған ағайындар бүйтіп санасақ көп демеспіз ғой енді. Бір-бірімізбен істеп, жақын танысып, бір-біріміздің тек қана қуанышымызға шақырып жүрек бірлейміз. Мен жаңа сөз сөйлеп отқаным өкпелемесінде болды да. Бұл енді бұндай жерде, бұндай үйге, бұндай аскерді тұтқан жерде қыз баласы, әйел баласы сөйлемейді да. Бірақ сөз тастап қоясың да. Ол кісі текті жерден шыққан қыздар ерін сыйлайтын азаматшалар. Сондықтан ол кісілерді бірақ жаңағыдай сөзбен тартып қою керек та. Енді сөзімізде ағайындарды арсы қаласың. Ассалаумағалейкум, бүгінгі ағайындар. Біз Арыс қаласынанбыз. Ораз Ердалы деген кісінің баласымыз. Бұрын осы алғашқы шежірі жазып отқан кезде әкелеріміз жаңағы үлкен бақтиярлар біледі. Соның арт жағынан еріп келе жатқан үшінші баласының, мына қасында жатқан ең кіші кенже баласы, әкемнің ағасының баласы, Бегалы деген ол кісілер бәріміз Байырғынан шыққанбыз. Жаңағы қара шаңырағымыз Байырғы десетін. Мына Құда қаласа бастап жатқан бастамамыз құтты болсын. Бәріміз атсалысайық сол кісіге. Дауыс көтеріп сөйле. Бар досымыз болса. Мына осы жерде бас қосып отырып қой, бүгінгі ниетіміз қабыл болсын, мұратымыз асыл болсын, алға қойған мақсатымыз орындала берсін. Ағаларымыз қалай қарап жүрсе, біз де солай қарап жүреміз. Мәшен көке, мына Құда қаласа жақсы бата берілді, жақсы тілек айтылды. Енді мына енді асты қайырып, оның алдында бір мөңкөбейден бір әңгімеңізді жіберіп, артын батамен қайырсаңыз. Содан кейін Нұрлан көкем бата береді. Содан кейін артынан имамдарға Құран оқытамыз. Соған елге қайтамыз ғой көке. Мінеке микрофон. Молдалар Құран оқымай ма ауқатқа? Жоқ. Бата беріңіз. Бірінші батадан бұрын мөңкөбейден біреу жіберіңізші. Әр уақыттар қолдасын. Бәле жаладан, қауіп қатерден, уайым қайғыдан, мұңғыр бәледен, нәхан өлімнен, кесіл жирадан, сергелдеңнен сақтасын. Ел аман, жұрт тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын. Ұлы ата-бабадан келатқан арғы ата-бабаларымызға, одан келген белгілесін жиналып отқан Баймұрат бабамыздың ұрпақтарына жақсылық тілеймін. Дендер сау болсын, бала-шағалар аман болсын, жаманшылық болмасын, жақсылық болсын. Үрім-пұтағымыз бала-шағасының рәтін көріп, мұраттарыңыз жете беріңдер, әумин. Аллаху акбар. Көке сізде бата. Allah'ın rahmetsin. Peygamber'in şefaat etsin.
бақ қарасын, қыдыр дарысын, Алла бергеніне береке берсін. Алла деннің саулығын беріп, иманның байлығын беріп, ниеттеріміз қабыл, мұраттарымыз асыл болсын. Жаратқан ел, Раббым Алла, алдағы жылдардағы наурыз айында Байбет бабамыздың басына келіп, қағадан үстіне ата сағының басына отыруын бәрімізге нәсіп етсін. Тұрымбайдың немересі Ұлықбек деген атамыз болған Тұрымбайдың ағасы. Одан кейін Тұрымбаевтарымыз Мұхан деген кісінің баласы. Ал мына құрметті ағайындар, мынау ұзақтан келген, жақыннан келген туысқан бауырлар, мына келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мынау бүгін төрт көзіміз түгел дастарханға, құран тамаққа келіп отырсыздар. Ниеттеріміз қабыл болсын, мұраттарымыз асыл болсын. Құда қаласа, мына бабамыз бұраунап тұрған шығар, осы немере шөбере барлығы келіп басымызға келіп құран оқытады деп. Құда қаласа, ниетіміз қабыл болсын. Келгендеріңізге рахмет. Жылда осыны дәстүрге айландырып, құда қаласа осы апрель айының бірінші аптасында өзіміз сөйтіп шештік. Ауа райына қарап, жылда өзіміз соны шат бар ғой, дәу шат. Сонда хабарлап, басымыз қосып осы жерде төрт көзіміз түгел отыра берейік. Деніміз сау болсын, жақсылық болсын әрқашанда. Рахмет келгендеріңізге. Мына жеңшелерім, мына қызмет қауыптан киендер, сіздерге де рахмет. Апалар, өстіп ауызбіршілікпен, ынтымақпен жүре берейік. Жақсылық болсын әрқашанда. Рахмет ұлан, рахмет ұлан. Құда қаласа, құрметті ағайындар, осы сәуірдің бірінші аптасы барлық уақытта, енді жылда, ары жылда үрдіс болып кететін дебатымызда үрдіс қыламыз. Бірінші аптасы ауа райына байланысты бірінші 10 күннің ішінде болады. Бірінші 10 күннің ішінде. Содан кейін мынада осы ұйымдастырып жатқан жас буын, мынау келіндерді көбейту керек. Келіндер әр уақыт жерде әулиені көрсе, анау оятады да, бізде не беріп, күйеулер, әр уақыттарың бар екен, ата-бабаларың бар екен. Әсіл, осы біздің осы Баймұрат атамның, сен шөбіре немересің, сен сүйерге қызмет жаса дедің. Айгүл, Айдос имам Шымкентте қызмет бабымен жүр, соның орнын жоғалтпа сен. Демем, мен жұмысым бар үйге барамайын деді да, түнде. Таяқты лақтырып жүрсең, имамға тиет деді мен. Құлақтарын алдым саға. Молда болып қойсың, бір ай бұрын айтпайсың ба деді мен. Адам табырақтады, ертең әлеге барған екен, біздің жаңағы Баймұрат бабамыздан молда шықпады ма? Әр уақытты бала шықпады ма деп айтады ғой, сырттан келген меймандарым. Сырт көз сыншыл дедім де мен. Содан кейін дереу Шымкенттен шақырды ма, Айдос балам шақырды деген. Өзімізден. Өзімізден. Енді Айдос бастайды, ар жағында осы елдің Аққалаң имамы бар. Осы Асқазыдан келген имам ағаларымыз, балаларымыз сол кісімен жалғастырады. Айдос сақтасын. Әулие болсаң алдымен өзің жарға, одан кейін өзіңен жарға, өзің балаң жарға. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Жаратқан Алла қасиетті Құраннан болған сауапта әуелі адам атақуына барша пайғамбарларға соңғы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға ла иляха иллаллах өткен барша мұсылмандарға осы байғұнат бабамыздың рухына осы жерде барша сыр бойында жатқан дүниеден өткен барша дүниеден өткен әулие әзиздерге барша мұсылмандарға осы байғұнат бабадан тараған барша ұрпақтарына бүгінгі осы жиынымызға келіп отқан осы жерде әмін деп қол жеп отқан барша аға бауырларымыздың ақсақалдарымыздың дүниеден өткен ағайын туыс бауырларынан алла тағала құдай жекжаттарынан алла тағала арнайы фисабилді бағыш етіп жаратқан алла ол кісілердің қабірлерін нұрға бөліп рухтарын шат шадыман еткесін жаратқан алла тағала барар жерін жәннат қылғайсын алла тағалам артында қалған біздердің бүгінгі мына жасап жатқан ниеттерімізді қабыл алғайсын алла баршамыздың отбасымызға амандық денімізге саулық бергесін жаратқан алла тағала келер жылы төрт көзіміз түгел осы жерде аман есен жиналып ас беруге алла өзің нәсіп еткесін жаратқан алла бастап жатқан ісімізге алла өзің жеңілдігіңді бергесін алла өзің жеңілдігіңді бергесін жаратқан алла елімізге жерімізге тыныштығыңды амандығыңды берекеңді беріп алла түрлі бәле жалдан қауіп қатерден алла өзің баршамыздан аман сақтағайсын алла ниетімізді қабыл еткесін мұратымызды асыл еткесін сөйлеген сөзімізді әділ еткесін иманымызды кәміл еткесін برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر